Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ешқандай таразы миксерді қажет етпейтін, өте тез және өте дәмді болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең бірінші таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, оны венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сосын қантымызды қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Массамызды қатты аппақ қылып көпіршітудің қажеті жоқ, тек қана кішкене қантымыз ерсе болды. Сосын 1 пиала ерітілген сары майымызды немесе оның орнына өсімдік майын қолдансаңыздар да бола береді. Әр қоспаны қосқан сайын араластырып отыру қажет. Содан кейін айранымызды да қосып, тағы да араластырамыз. Одан кейін 2 пиала ұнымызды қосамыз. Егерде сіздерде сұйықтау болса, тағы да кішкене қосып жіберсеңіздер болады. Онда 2-3 бөлікке бөліп салған дұрыс. Себебі бірден салып жіберсеңіздер қамырымыз көтерілмей, арасы шикі болып шығады. Қамырымыз сұйық болмау керек, қою болғаны маңызды. Ең соңында 1 шай қасық содамызды қосып, жақсылап араластырып, 5 минутқа қойып қоямыз. Енді кез келген формамыздың ішін майлап, қамырымызды құйып шығамыз. Формамыздың ішіне қамырымызды жайып, бетін тегістеп аламыз. Сосын 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз осылай қызарып піседі. Сыртындағы формасын әбден суығаннан кейін аламыз. Ішінің піскендігін таяқшамен тексеріп көруге болады. Егерде піспесе, қамыр таяқшаға жабысып шығады. Ешқандай да қамыр жабыспады, толықтай арасы пісті. Біздің пирогымыз толықтай суыды. Енді сыртындағы формасын алып кесеміз. Арасы кескен кезде үлпілдек, нәзік болып шыққан. Достар, сіздерде үйлеріңізде жасап көріңіздер. Міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Егерде достар, осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Мен барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.